Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі презентацияда айтылым дағдысының оқу мақсаты орфоэпиялық нормаларға тоқталамын. Бұл оқу мақсаты қазақ тілі әдебиет пәні бойынша оқыту тілі қазақ тілі емес мектептерге арналған оқу бағдарламасы негізінде дайындалды. Жалпы өзге тілді аудиторияда қазақ тілін үйрету барысында фонетикалық заңдылықтарды үйрету қаншалықты маңызды? Немесе ауызша мәтін құру барысында төл дыбыстарды дұрыс айтпау, екпін мен интонацияны дұрыс қолданбау ойды жеткізуге әсер ете ме? Қазақ тілінің фонетикалық заңдылықтарын үйрету үшін қандай жаттығулар ұйымдастырған дұрыс деген сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Себебі өздеріңіз білетіндей, өзге тілді аудиторияда қазақ тілін үйрету барысында оның барынша қазақ тілінің тілдік заңдылықтарын сөйлеп үйрену, табиғи сөйлеуге барынша жақын болу, бұл өзінің ойын жеткізу үшін де өте маңызды. Жалпы енді орфоэпиялық норма не дегенге келетін болсақ, өздеріңізге мәлім болғандай, сөздер мен сөз тіркестерінің дұрыс айтылу ережелерінің жиынтығы. Грек тілінен аударғанда эрфос, орфос дұрыс, эпос сөз сөйлеу дегенді білдіреді. Енді оқу бағдарламасында орфоэпиялық нормаларға байланысты қандай оқу мақсаттары берілген? 5 сыныпта алып қарастыратын болсақ, орфоэпиялық нормаларды сақтау барысында төл дыбыстарға аса назар аударылады. 6 сыныпта хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдердің интонациялық ерекшелігі ескеріледі. 7 сыныпта екпін түрлері, соның ішінде сөйлем ішіндегі екпінді дұрыс қолдана білу. 8 сыныпта сөз ішіндегі сөз аралығындағы ілгерінді кейінді тоғызықпалы ықпалдың заңдылықтарын сақтап айту. 9 сыныпта интонация, кідіріс, логикалық екпінді түсініп айту мақсаттары қарастырылған. Енді әрқайсысының жүзеге асырылуына жеке-жеке тоқталар болсақ. Жалпы бұл презентацияда осы оқу мақсаттарын жүзеге асырудың әдіс тәсілдерін, жүзеге асыру жолдарына барынша назар аударылатын болады. Тапсырманың үлгілері де ұсынылады. Енді төл дыбыстарды меңгертуге тоқталатын болсақ, төл дыбыстарды ең алдымен әрине тыңдалым материалдары арқылы үйретеміз. Төл дыбыстар кездесетін немесе арнайы белгілі бір төл дыбысына бағытталған тыңдалым материалын ұсынуға болады. Мысалы, ол ә дыбысынан басталады, немесе ө дыбысы қолданылатын сөздердің жиынтығы болуы мүмкін. Өтірік өлеңдер немесе қысқа бір әңгіме, ертегілер болуы мүмкін. Жалпы кез келген тыңдалым материалын осы төл дыбыстарды үйрету кезінде қолдануға болады. Екіншіден, жаңа сөздерді үйреткен кезде, әсіресе қазақ тілінің төл дыбыстары кездескен сөздерді үйреткен кезде оқушыларға алдымен жұппен, топпен, кейін сыныппен бірге қайталау жаттығуларын ұйымдастыруға болады. Қайталау жаттығулар әдетте ауызша өткізіледі. Қажет болған жағдайда сол сөздің транскрипциясында көрсетуге болады. Тағы бір әдіс тәсілдердің бірі оқушылардың сөздердің дұрыс айтылуын жаттықтыру үшін жаңылтпаштарды жиі қолдану. Жаңылтпаштарды әдетте ойын түрінде өткізуге болады, немесе сергіту сәті кезінде қолдануға болады. Сонымен қатар карточкаларды ұсыну арқылы жаңа сөздерді үйреткен кезде төл сөздердің дұрыс дыбысталуына назар аудару. Яғни оқушыларға суретін көрсетіп, оның түсіндіріп мағынасын, кейін сөзді көрсетіп бірнеше рет ауызша қайталатасыз. Сонымен қатар төл дыбыстар кездесетін өлеңдерді, шумақтарды, өтірік өлеңдерді белгілі бір ритммен айтқызу, әндетіп, не қимылмен қозғалып айту. Оқушылардың белгілі бір сүйікті әні болуы мүмкін. Соған салғызып айтқызуға болады. Мысалы, өлең шумағын қарасақ, ә әрпінен басталатын. Әжем бесік тербетіп, әлде әнін салады. Ай-ай, сәби ер жетіп, әже еңбегі жанады. Осы жерде ә дыбысының өлеңнің бастапқы шумақтарында кездесуі, осыны дұрыс айту жаттығулар арқылы аса көңіл бөлінеді. Келесі слайдта қарастыратын болсақ, төл дыбыстарды меңгерту жаттығулардың үлгілері. Әрине, бұл жаттығулардың көбі өздеріңізге таныс, дегенмен нақтырақ тоқталып өтсек, ұқсас жұптар.
мысалы белгілі бір дыбыстың өзгерісі арқылы сөздердің мағынасының да өзгеретінін түсіндіру арқылы ұқсас буындарды сөздерді қайталату. Мысалы көл, кел, күл, гүл, қала, дала, іні, ана деген сөздер арқылы. Келесі жаттығу артығын алып таста. Төл дыбыстардың біріне құрылған сөздер қатарын ұсыну, ішінен басқа дыбысқа құрылған сөзді кіргізу. Оқушылар жалпы ерекшелікті байқап, ішінен артығын алып тастайды. Бұл да сіздерге таныш жаттығу. Келесі тағы бір жаттығулардың бірі тыңда және тауып ал. Тақтаға немесе карточкаларға бір әріптен ғана өзгешелігі бар сөздердің жұптары жазылады. Сынып белгілі бір төл дыбыс бойынша екі топқа бөлінеді. Мысалы, ә және ө тобы екі қатар тұрады. Екі қатар болып топтар. Мұғалім бір төл дыбысты айтқан кезде кезек-кезек шығып өз сөздерін тауып алады және айтады. Бұл жалпы төл дыбыстарға байланысты бекіту тапсырмаларын ұсынған кезде өте тиімді. Келесі тапсырманың бірі бұл баскетбол ойыны. Оқушылар екі топқа бөлінеді. Әр топтың өзінің кәрзеңкесі болады. Мұғалім ұқсас жұптарды төл дыбыстары бойынша қағаз жазды бір бүктеп қорапқа жинап салады. Екі командадан екі оқушы кезек-кезек шығып, бүктеулі қағаздарды таңдап, ішіндегі сөздерді оқиды. Дұрыс оқыған оқушы қарсылас команданың кәрзеңкесіне лақтырады, ал оқи olmаса қорапқа қайтадан бүктеп салады. Сөздерді ең көп әрі дұрыс оқыған команда жеңіске жетеді. Бұл тапсырманы күрделендіріп те беруге болады. Мысалы, сөздерді оқыған кезде жай ғана оқып қана қоймай, оның мағынасын түсіндіртуге де болады. Немесе синонимін анықтатуға, антонимін анықтатуға, сөйтіп тапсырманы күрделендіруге болады. Келесі тапсырмалардың бірі бұл дыбыстар биі сыныппен бірлесіп әр төл дыбысқа белгілі бір қимылды ойлап табады. Мысалы, ә деген кезде оң қолды көтереді, ө деген кезде сол қолды көтереді. Барлық төл дыбысқа қимыл белгіленген соң музыка қосылады. Оқушылар дыбысты дауыстап айтып, қимылмен көрсетеді. Жалпы төл дыбыстарды дұрыс айту, төл дыбыстар 5-ші сыныпқа берілгендіктен, бұл секілді жаттығулар осы жастағы оқушылар үшін өте қызықты әрі тиімді болады деп ойлаймыз. Келесі оқу мақсаты бұл 6-ші сыныпта қарастырылатын оқу мақсат сұраулы, хабарлы, лепті және бұйрық сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту. Хабарлы, сұраулы, лепті, бұйрық сөйлемдердің жақсы үлгілері бола алатын тыңдалым материалдарын ұсыну. Бұл диалог, бұл монолог болуы мүмкін. Бұл бір кинофильмдерден, мультфильмдерден, немесе бір арнайы телебағдарламалардан алынған үзінділер болуы мүмкін. Яғни қазақ тілінің заңдылықтарында ескерілген хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдердің интонациялық ерекшеліктері айтылуы жақсы көрсетілген тыңдалым материалдарын ұсыну. Екінші, интонацияның ерекшелігін түсіндірген кезде оқушыларға аудио не видео үлгілерін іріктеп, оқушыларға хормен қайталатуға, әсіресе кинофильмдерді қолданған кезде өте қолайлы. Сонымен қатар схема кестелерді үлгілерін сынып қабырғаларына іліп қою, немесе оқушылармен жаттығу ұйымдастырған кезде жаңағы сөйлемнің интонациялық ерекшелігін көрсету үшін жаңағы төмен және жоғары стрелкалар арқылы жаңағы интонацияның схемасын көрсеттіру тапсырмасын беруге болады. Сонымен қатар соңғы бір жаттығулардың бірі бұл әртүрлі шағын жаттығулар ұсыну. Мысалы, оқушылар айтылу мақсатына қарай оқушыларға бірыңғай сұраулы сөйлемдер берсеңіз, олар бірыңғай лепті немесе бұйрықты сөйлемдерді қолданып жауап бере алады. Немесе мәтіннің ішінен сөйлем түрлерін ажыратып, сәйкес интонациямен оқи алады. Бұл енді мұғалімдер үшін, сіздер үшін тапсырма үлгілері. Енді 7-ші сыныпта оқу мақсаты екпін түрлерін және сөз, сөйлем ішінде орынды қолдану мақсатына тоқталар болсақ, жалпы қазақ тілінің ерекшелігінде екпін сөз ішінде, сөйлем ішінде қолданылады және логикалық екпінді де қолданамыз. Оқушыларға осыны да орынды қолдана білуді келесі тапсырмалар арқылы түсіндіруге болады. Сөз ішіндегі екпін өздеріңіз көріп отырғандай оқушыларға кесте беріледі. Кестеде буын санына байланысты сандар берілген. Мысалы 1-2, 1-2-3 деп оқушыларға бірқатар сөздер тізбегі беріледі.
оқушылар екпін түсіп тұрған буындарды кестеде көрсетілген сандардың тұсына апарып жазады. Мысалы, бірінші кестені қарасақ, екі буынды сөз екпін екінші буынға түсіп тұр. Ана, яғни оқушы ана, әке, бала деген сөздерді осы бірінші бағанға қояды. Келесі бағанда 1, 2, 3, яғни 3 буынды сөздер беріледі. Буын санына байланысты екпін үшінші буынға түседі. Сондықтан оқушылар 3 буынды сөздерді осы кестеге жазады. Үстіп олар буынды екпінге буынына байланысты қоюды үйренеді. Енді сөйлемдегі екпінді қарастырар болсақ, дәл осы жаттығу, бірақ оны басқаша формада ұсынуға болады. Яғни оқушылар берілген сөйлемдер бойынша жаңағы сандармен екпін түсіп тұрған сөзді көрсетеді. Мысалы, мен мектепке барамын. Бұл жерде сөйлемдегі екпін соңғы сөзге түсіп тұр. Сондықтан үшінші санын белгілейміз. Енді келесі тапсырмалардың бірі бұл логикалық екпінді анықтау. Логикалық екпін үшін оқушыларға шағын мәтін ұсынылады. Оқушылар мәтінге қарап логикалық екпінді өздері ажыратады. Кейін оқушылармен талқылап дұрыс нұсқасы ұсынылады. Оқушылар екпін қойылған сөздерді ерекше интонациямен оқиды. Яғни логикалық екпін бұл жерде қай сөзді, қай мағынаны жеткізгіміз келіп тұр, осыған байланысты қойылатыны оқушыларға түсіндіріледі. Енді тағы бір жолы бұл әрине екпінді хормен қайталату. Сөйлемді не сөзді оқыған кезде алдымен мұғалім өз ауызша қайталап, кейін оқушыларға қайталайды. Оқушылар екпінді дұрыс қою үшін мұғалім қолымен буын санына байланысты екпінді көрсетеді. Әдетте хормен қайталау жаттығулары бастауыш сыныпқа ұйымдастырылады. Ал осы орфоэпиялық нормаларды түсіндіру, жаттықтыру барысында осы тәсілді жалпы кез келген сыныпқа қолдану ұсынылады. Енді сөз ішіндегі сөз аралығындағы ілгерінді кейінді тоғыспалы ықпалдың заңдылықтарына арналған жаттығуларға тоқталатын болсақ, әрине ең алдымен сыныпқа сөз ішінде сөз аралығында кездесетін ықпал түрлеріне байланысты схема кестелерді сынып қабырғаларына олардың үлгілерін іліп қойған дұрыс. Сонымен қатар тыңдалым материалдарын ұсыну, әсіресе ықпал түрлері өте сәтті кездесетін. Ол өлең шумақтары, диалог, монолог, сөз тіркестері, сөйлемдер болуы мүмкін. Немесе алдын ала ұсынылған сөз тіркестері мен сөйлемдер арқылы оқушыларға ықпалдарды анықтау тапсырмаларын да ұсынуға болады. Енді оқушыларға қызықты болу үшін әрі тыңдалым дағдысын жаттықтыру үшін диктант түрлеріне байланысты тапсырмалар ұйымдастыруды жөнінде тоқталып кетемін. Мысалы, дауыстап айт диктанты. Бұны ағылшын тілінен аударғанда shouting dictation деп айтылады, бірақ қазақ тілінде дауыстап айт деп аударып отырмыз. Оқушылар алдымен сынып оқушылары бірінші, екінші болып ретке бөлінеді. Әр жұп сосын екі-екіден жұпқа бөлінеді. Біріншілер екінші болып оқушыларға алдын ала ықпал түрлеріне байланысты сөз тіркестері, сөйлемдер таратылады. Әдетте сөз саны 40-50-ден аспағаны дұрыс. Бірінші нөмірлер сыныптың бір қабырғасына, екінші нөмірлер қарама-қарсы қабырғаға барып тұрады. Дауыстап айт деп команда берілген кезде бірінші нөмірдің оқушылар бір мезетте сөздерін қатты айқайлап оқиды, ал олардың жұптары сөздерді жазып алады. Уақыт аяқталған соң екінші нөмірлі оқушылар оқиды, олардың жұптары не айтқандарын жазып алады. Сөйтіп тапсырма аяқталған соң олар бір-бірінің жұмыстарын түпнұсқа мәтінмен тексереді. Тапсырманың мақсаты өзіне қажетті дауысты ажыратып, қажетті ақпаратты ала білу. Соның ішінде сөз ішінде, сөйлем ішінде кездесетін ықпалдарға байланысты кейбір сөздердің сөйлемдерде дыбыстар өзгертіліп айтылуы мүмкін. Осыны ажырата түсіне білу. Келесі тапсырмалардың бірі бұл асықпай айт диктанты. Ағылшын тілінен аударғанда back to back dictation деп аталады. Бұл да бір тыңдалым дағдысын қалыптастыратын тапсырмалардың бірі. Оқушылар бірнеше жұпқа бөлінеді. Әр жұпқа екі түрлі қысқа мәтін беріледі. Мәтінде ықпал түрлеріне байланысты үлгілер болу керек. Міндетті түрде оқушылар бір-біріне теріс қарап отырады да қолдарына қағаз қалам алады. Парталарды ыңғайлап
өздерінің айлап қоюларына да болады. Бірінші оқушылар бір мезетте өз жұбына мәтінді оқиды, бір қалыпты дауыспен, интонациясын, екпінін, жаңағы ілгерінді кейінді ықпалдың заңдылықтарын сақтап оқиды. Екінші жұп жаңағы тыңдап отырып мәтінді жазады, тыныс белгілерін өзі қойып шығады, кейін түпнұсқа мәтінмен тексереді. Тағы бір тапсырмалардың бірі бұл жүгірмен диктант, running dictation деп атап жүр бұны. Мұғалімдер өте сәтті пайдаланып жүр. Осы жаттығуды осы орфоэпиялық заңдылықтарды үйрету барысында қолдануға болады. Оқушылар бірнеше топқа бөлінеді, әр топтың өзіне хатшы сайлайды, немесе оқушылар кезекпе-кезек жазып отырады. Мұғалім сыныптың сыртына әр топқа арнап мәтіндер іледі. Мәтін сөзі 80 сөзден аспаған дұрыс. Ықпал түрлеріне байланысты үлгілерді қосады. Мұғалім команда берген кезде әр топтан бір оқушы шығып, өз мәтіндерін оқып, бір сөйлемнен өз тобының хатшысын айтып береді. Ол оқушыдан соң топтағы басқа оқушылар барып, мәтіндегі сөйлемдер тобын айтып береді. Яғни бұл тапсырманы топтың оқушылар кезек-кезек орындайды. Өздеріне шартты түрде 2 сөйлемнен соң немесе 10 сөзден соң деп келісіп алса болады. Хатшы айтылған сөздерді, сөйлемдерді жазып отырады. Тапсырма аяқталған соң оқушылар сыныптың сыртында ілінген мәтінмен салыстырады. Ең бірінші аяқтаған топ және ең қатесіз жазған топ жеңімпаз атанады. Бұл да оқыған ақпаратты сақтау және жеткізе білу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған жаттығу. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет.